Қайырлы күн, құрметті достар, амансыздар ма? Мынау көп түсетін сұрақтардың бірі осы энергетикалық сусындардың адам ағзасына зияны бар ма деген сұрақтар жастардың арасынан көп түседі. Олай болса, бүгінгі тақырып осы туралы болмақ. Ол үшін бүгінгі видеоны толыққан аян-аян қарап шығыңыздар, құнды мәліметтерге беретін боламын. Олай болса, мына қазіргі таңда біздің дүкендерде, сөрелерде қаптаған энергетикалық сусындар толып тұр. Өйткені оны қазіргі жастардың арасында, үлкен кісілердің арасында қолданып, адам ағзасына кері әсерін тигізіп жатыр. Оны қалай білеміз? Қазіргі кезде дизи жаңағы энергетикалық сусындардың адамға күш беретін мақсатта бұны көбінесе жолда жүрген кезде жүргізушілер көп қолданады. Енді бұны нормадан асып жүрген кезде адамның ағзасына кері әсерін тигізіп жатыр. Оны қалай білеміз? Өйткені бұл ағзаға түскеннен кейін адамның жаңағы ұйқысын бұзылуына алып келеді. Яғни бессонница, ұйықтай алмауы мүмкін. Бұл мысалы жолда жүреді, ұйқы ашылады, бірақ кейін келе бұған тәуелділік пайда болады. Сол тәуелділіктің арқасында оны жаңағы ішпесе, жаңағы өзін жайсыз сезінуі мүмкін. Яғни айтқан кезде пищевой наркотик, яғни тамаққа деген жаңағы сол дизиге деген тәуелділік пайда болады. Осы арқылы бұл адам ағзасына кері әсерлерін тигізіп жатады. Олай дейтініміз, бұл дизи энергетикалық сусындарды ішкеннен кейін адамда бір кішкене күш пайда болады. Адам өзін бір бодрый сезетін сияқты сезімдер болады. Оның барлығын әсер етіп жатқан кофеин, құрамындағы таурин, бензоат натрий, сол сияқты тағы қосымша витаминдердің құрамы бар дейді. Бірақ бұл жерде қарап отырсақ, адам ағзасына түскеннен кейін бұл ең бірінші соққыға тиетін адамның бауыры екен. Асқазан ішек жолдары арқылы бауырдың өт жолдарының бұзылуына алып келуі. Өйткені бауырға сырттан осындай энергетикалық сусындар түсе берген сайын бұл өзінің функциясын дұрыс атқара алмай токсикалық гепатит пайда болуы мүмкін. Бұл осы сусындардың әсерінен. Және де мынау жүрек қан тамырларының ауруына. Өйткені қарап отырсақ, бұл адамның қалыпты жүрегінің ритмі 60-80 рет соғатын болса, бұл сусындар ағзаға түскен кезде тахикардия шақырып, бұл 100-ден асып ритмнің өзгеріске ұшырауына алып келеді. Өйткені жүректің мөлшерден тыс соғуына байланысты жүрекке де кері әсерін тигізеді. Қан тамырлардың да бойындағы өзгерістерге ұшырайды. Мынау атеросклероз болса, болмаса қант диабетімен ауыратын кісілер болатын болса, қандағы қанттың деңгейін жоғары тетірге көтеретін болса, ол кісілерде де комаға алып бару жағдайлары, әртүрлі симптомдарға апару мүмкін. Сонымен қатар осы дизи жайлы айтып кететінім, осы горилла жөнінде өзіміздің бір әріптесімізде болған жағдай тәжірибемізде кездесті. Оны да интернеттен көріп отқан шығарсыздар. Оның кері әсерінен жастардың арасында өлім болу себептері осы гориллаға байланысты болған. Өйткені бұны қарап отырсаңыздар, шамадан тыс қолданған кезде жүректің шыдай алмай кетіп жарылып кетуіне алып келуі мүмкін. Аневризма болатын болса, қан тамырлардың қабырғасы бос болатын болса, әртүрлі қан кетулерге алып келеді. Сонымен қатар мынау өзіміздің әріптесімізде кездескен бұл жағдай мөлшерден тыс қолдана отырып, бұл ауруханадан бірақ шыққан гепатитке ұшырау арқылы, осы бауырға кері әсерін тигізу арқылы өзіміз көзіміз көргеннен кейін жаңағыдей мынау бала сүйем айтқан азаматтар болады. Мысалы, қазіргі кезде ұрпақ үйленгеннен кейін ерлердің бедеулік қаптап бара жатыр. Қарап отырсақ, бұл бедеулік неден болып жатыр? Дені сап-сау жігіттердің арасында бедеулік туындап жатыр. Оның барлығы адам айтады, атам қазақ айтқан ғой, аурудың бәрі астан болады. Не ішесің, адал ас жедің ба, денің сау. Яғни дұрыс емес болса, адам ағзасына кері әсерін тигізетін себебі. Өйткені біз күнделікті қолданатын фастфудтардың кері әсері, сонымен қатар энергетикалық сусындардың ағзаға кері әсерлері мөлшерден тыс қолданғанның әсерінен осы ағзаға кері әсерін ұрпақтың бұзылуына, еркектің ұрық сапасының төмендеп кетуіне алып келетін бірден бір себептер осы сусындар әсерін тигізеді. Сонымен қатар қандағы қанттың деңгейін бұзылуына және де зәрге жиі бара беру себебі неге? Өйткені газдалған сусындардың ағзаға түсу арқылы, бүйрек арқылы сыртқа шыққаннан кейін қуық асты безі арқылы өтеді. Сол жердегі тітіркенуге алып келетін сусындар осы газ сусындар болып табылады, энергетикалық сусындар болып табылады. Осылардың кері әсердің барлығы еркектің ұрық сапасының төмендеуіне алып келетін жайттар бар. Сол сияқты басқа да себептердің
канцерогендердің қандай әсерлері бар, мынау қазіргі фастфудтардың кері әсерлері адам ағзасына кері әсерін тигізіп жатыр. Өйткені мына қарап отырсақ, мына таза суға жететін ештеңе жоқ. Өйткені қара судың өзі адамға ем болып табылады. Өйткені осы сусындарды қолданғанша, қазіргі мынау таза су қолдансаңыз, газдалмаған қарапайым фильтрдің суы таза су болса, бұлақтың суы болса тіпті жақсы. Ауыл жерде тұратын жігіттер болатын болса, бұлақтың суын қолдансаңыз, өйткені ең мөлдір, ең таза су осы бұлақтың суы болып табылады. Сол сияқты сусындардан бас тартқандарыңыз абзал, мейлінше ішпегендеріңіз дұрыс. Егер сіз мынау ұрпағыңыз дүниеде сау болсын десеңіз, ары қарай болашағыңызды, өмір салтыңызды өзгерткіңіз келсе, осы орайда долголетие дейді ғой, яғни өміріңіздің ұзарғанын қаласаңыз, бұл сусындардан бас тартқаныңыз дұрыс. Өйткені сіз өзіңіздің денсаулығыңызды құртып қана қоймай, ертең ұрпағыңыздың болмай қалуына алып келуі мүмкін. Бүгінгі видеом сіздерге ұнаған болса, достар, лайк басып астына комментарийлер жазыңыздар, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Келесіде қандай тақырыпты қозғағанымызды қалайсыздар, бөлісіп кетіңіздер. Аман болайық. Қазақ қашанда қазақ болып қалайық. Ұрпағымыздың дамуына бәріміз бірге атсалысайық.